Ұстаз, менің досым жатар алдында арақ дейді. Менің досым арақ ішкен дейді. Сол намаз оқимын дейді, қабыл бола ма дейді. Қабылдайтын кім, мен ба не? Мен қабылдаймын, мен сенің қабылдаймын, мен анау Орынбасарованың қабылдамаймын, мен Ерландікін қабылдаймын, Райымбектің қабылдаймын. Оны Алла Тағала өзі біледі, кімдікін қабылдайды, кімдік. Бізден міндет жаным, оқуымыз керек. Сен кеше біреу арақ ішіпті да намаз оқыпты. Сен арақ іштің ғой депті. Арақ іштің ғой депті. Сөйтсе сабақта болған жоқ дегенше екі алайын деген екен. Сен оқи берсін ол. Бізде анау сен қабыл емес дейді, сен қабыл емес. Қабылдайтын сенсің бе не? Жоқ, өйтіп айтпа. Ал кәш болсын, ұрлықшы болсын, жаман адам болсын, қабыл болсын деп шақырайық. Шақырайық жаным. Біз шақырмасақ, онда ол одан ары қарай жаман болып кетеді. Сондықтан біз үйретейік, біз шақырайық, ар жағын Құдай Тағала өзі береді, Құдай қаласа. Қабыл болсын деп шақырып, тұра берсін алдына. Біздікілер сенікі дұрыс емес. Біреу ана намаз оқыған кезде қолын біреу былай ұстайды, біреу былай ұстайды. Сосын біреу айтты, сен саусағын қимылдаттың, сен намазың. Сен көңіліңді Құдайға байламай, көңіліңді мен саусағымды қимылдатсам да, көңілімді Құдайға байладым. Сен көңіліңді Құдайға байламай, менің саусағымды аңдығаның сен қабылма, мен қабылма деген бір сөз бар екен. Сондықтан Алла шешеді жаным. Сен аңдыма, бастай берсін. Біреулер бүйтіп қарап отырамыз дейді. Шпионбыз, бәріміз шпионбыз. КНБшник болып қалдық дейді. Намаз оқимыз да қарап отырамыз. Қолын қимылдатады, мұрнын қимылдатады, анау кіріп жатыр, анау шығып жатыр, анау келді, анау келді. Намаз оқымай-ақ біреуді аңдығанды қойсаңыздаршы, намаздағылардың өзі. Қабыл болсын деңіз болды.